Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 40-шы сабақ Қазақстан байрағы тақырыбын өтетін боламыз. Есіңе сақта, Мұзафар Әлімбай 1923 жылы дүниеге келіп, 2017 жылы дүниеден озған. Балалар ақыны, Павлодар облысында туған. Аулақ бол жаман әдеттен, Балдәурен, Жауқазын, тағы да басқа кітаптары бар. Бірінші тапсырма. Өлеңді түсініп оқы. Қазақстан байрағы. Зеңгір аспан көгілдір, алтын күні төрінде, тамылжытып төгіп тұр, шаттық сыйлар көңілге. Көк аспандай көгілдір, Қазақстан байрағы, тұрса күндей, төгіп нұр, жылдарымыз жайдары. Көк байрақтың бетінде, қыран бүркіт қанатты, сол қыранда еркіндеп, бала өседі, талапты. Өлең автор Мұзафар Әлімбай. Екінші тапсырма, біліп ал. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі суретшілер Жандарбек Малибеков пен Шотаман Уәлиханов. Мемлекеттік гимннің әнін жазған Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Үшінші тапсырма, өлеңге сүйеніп, көркем сөздерді тауып жаз. Зеңгір аспан, алтын күн, көк аспандай көгілдір Қазақстан байрағы, қыран бүркіт. Балалар, өлеңде көркем сөздерді осылай тауып жазсаңыздар болады. Келесі тапсырма. Төртінші тапсырма. Көркем сөздерді қатыстырып, сөйлем құраңдар. Үлгі. Біздің көк туымызда қыран бүркіт бейнеленген. Зеңгір аспанда Қазақстанның көк туы желбіреп тұр. Еліміздің мемлекеттік туында шуағын шашқан алтын күн бейнеленген. Қазақстан туының түсі көк аспандай көгілдір түсті. Қыран бүркіт биік таулардың шыңында қалықтап шығады. Бесінші тапсырма. Еліміздің рәміздері туралы топ алдында сөйлеу жобасын жасап, оны қорғаңдар. Балалар, олай болса, 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топтың тақырыбы ту, екінші топтың тақырыбы елтаңба, үшінші топтың тақырыбы гимн. Біз бірінші тақырып таңдаймыз, екінші авторлары туралы мәлімет жасаймыз. Мысалы, тудың авторы, елтаңбаның авторы, гимннің авторын айтамыз, иә? Ал үшінші ол өлең, нақыл сөз, қысқа мәтін жазамыз. Яғни осы, мысалы, ту деген бірінші топ туды таңдап алса, сол ту туралы өлең, нақыл сөз немесе қысқаша мәтін жазып дайындалатын боламыз. Олай болса, балалар, осы 3 топқа біз үлгі жасап қойдық, сол үлгімен таныстырайық. Бірінші топ ту. Тақырып Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Екінші авторлары туралы мәлімет. Тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Үшінші қысқа мәтін, нақыл сөз немесе өлең жазу керекпіз, иә? Оған біз көк тудың желбірегені, қазақтың мерейінің өскені. Қазақстанның көк туы бейбітшілік пен еркіндіктің символы. Екінші топ балалар елтаңбаны таңдайды. Бірінші тақырып Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы деп алдық тақырыпты. Екінші авторлар туралы мәлімет. Елтаңбаның авторы Жандарбек Малибеков пен Шотаман Уәлиханов. Үшінші қысқа мәтін немесе нақыл сөз, өлең жазу керек. Бұған біз елтаңбадағы шаңырақ қазақ отбасының бірлігі мен ынтымағын білдіреді деп нақыл сөз жаздық. Ал шаңырағың биік, кереген кең болсын, бірлік пен татулықтың нышаны деп тағы да қостық. Олай болса, балалар, үшінші топ бізде гимн, иә? Үшінші топ бізде балалар гимн таңдайды. Тақырыбы Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Авторлар туралы мәлімет. Гимннің сөзін жазған Жұмекен Нәжмеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев, ал әнін жазған Шәмші Қалдаяқов. Қысқа мәтін немесе өлең жаз деген үшінші бөлімде оған гимн елге деген сүйіспеншілікті білдіретін асқақ ән. Менің елім, гүлің болып егілемін, туған жерге деген мақтаныш. Осымен балалар 3
жаңағы топқа да біз үлгі көрсетіп қойдық. Осы үлгіге қарап өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.